Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде Energy Time, студияда Аяжан Әбдіқалық. Жаз басталып, күн қызған шақ, құрылыстың жанданатын уақыты. Биыл сапалы электрмен қамтудағы жүйелі жұмыстар қарқынды басталуда. Жел, дауыл, қар мен жаңбыр төнген кезде төтеп бере білген электр жүйелерін жақсарту үшін қаламызда және әрбір аудандарда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Өңірімізде болып жатқан осы және өзге де ақпарды жеткізу мақсатында біз аудандарға сапар жасадық. Қарабұтақ электр желілері учаскесіне қарасты елді мекендерде жазғы жоспар бойынша 70-ке жуық бағана ауыстырылмақ. Бұл жөнінде толығырақ Қарабұтақ электр желілері учаскесінің басшысы Алтай Шырақбаевич баяндады. Маусым-шілде айларына 2 линия жоспарланып отыр. Биыл 04 школа 38 бағана ауыстырамыз. Биыл 10 арай, Аралтөбеде 33 бұрын ауыстырамыз. Соны жоспарымызды маусым-шілде айларында бәрін аяқ бітіреміз. ОС бойынша 54 қосалқы станция бар. КТП бәрі қазір істе, бәрі жұмыс істеп тұр. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Мұғалжар электр желілері учаскесінде тұрғындарды үздіксіз және сапалы электр тоғымен қамтамасыз ету мақсатында қызу жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ал Мұғалжар ауданына қарасты елді мекендерде барлығы 352 дана бағана және 15-2 шаршы шақырым сым ауыстырылмақ. Мұғалжар аудандық электр желілері учаскесінде ағымдағы жылдың жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда шағын трансформаторлық подстанция 10.04 киловаттық 3 дана, оның 2 данасы жөндеу жұмыстарын атқарды. Енді 1 данасы атқарылып жатыр. 15.000 километр сым ауыстырылуда. Әуе жолдарында 10.04 киловаттық 27 километр, 166 бетондық бағана ауыстырылуда. Өңірде орын алатын ауа райындағы қолайсыздықтарға ақтөбеліктердің еті әбден үйренген. Алайда бұл табиғат құбылыстарының жарыққа тигізер әсері өте көп. Биылғы көктемдегі ауа райының өзгеруі салдарынан бірнеше бағана зардап шегіп, оларды жаңарту облыс бойынша қолға алынды. Ырғыз ауданындағы жаңартулар жөнінде толығырақ Ырғыз электр желілері учаскесінің басшысы Итемген Молдағалиұлы баяндады. Ырғыз электр желілері учаскесі бойынша биылғы 2023 жылғы жоспар Тәуіп елді мекенінде 04 киловольт электр желісіне күрделі жөндеу жүргізу. Ол үшін 46 темір бетонды тірек материалдарымен дайын. Нұра дүкен бағытындағы 10 киловольт электр желісіне күрделі жөндеу жүргізу. Оған 76 темір бетонды тірек дайын. 2018 жылы салынған Бейсенбай елді мекеніндегі темір бетон тіректің қатты жарылып кетуіне байланысты онда ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. 15 сәуір күні 3 күндік апаттан мұздақ қатты желдің салдарынан көптеген ағаш темір тіректеріміз құлап жөндеу жұмыстарымен айналысып жатыр. Жаңа құрылыс Шеңбертал бағытындағы 10 киловольт электр желісіне 111 темір тіректі бетонды, құрылыс елді мекеніне су айдайтын 10 киловольт электр желісінің 50 бетонды тіректерін алмастыру жұмыстарымен қазір айналысып жатыр. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шалқар электр желілері учаскесінде 165 тірек ауыстырылмақ. Сонымен қатар жазғы жұмыс жоспарлары бойынша күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы Шалқар электр желілері учаскесінің бас инженері Руслан Омарбекұлы баяндады. Шалқар ауданы электр желісі бөлімі бойынша алдыға қойған жоспарларымыз бойынша жұмыстар Қотыртас елді мекенінде подстанция студиясына 10 киловатт Қотыртастан шығатын жоғары кернеудегі 10 киловаттық линия бар, ұзындығы 33,5 километр. Сол линияға 100 опор железный бетонный және де 5 километр сымы ауысады. Шалқар басында қалада 3 тағы да линиямыз бар. Төменгі кернеудегі әуе электр желісі, онда 50 опор ауысады. 9 километр сым ауысу керек. Оның қатарына Шілікті деген елді мекен жерімізде төмендескіш трансформаторға және де осы қаланың басында Жақсыбаев деген трансформаторлық подстанцияға күрделі жөндеу жұмыстары өткізілді. Алдағы уақытта тағы да инвест программамен жоспарымыз бар. Өнерген тозығы жеткен бір трансформатор мен подстанциямыз бар. Соған инвест программамен новый үлгідегі сәндегі КТП қояйын деп жатырмыз. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі электропатрулі
үйде және тұрмыста электр қауіпсіздігі ережелерін сақтаудың маңыздылығын естеріңізге салады. Балалар қауіпсіздік ережелерін біздің мекеменің Instagram парақшасынан оқи аласыздар. Бүгінгі жарыққа қатысты мәселенің жай-жапсары осындай. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыздар.